Альфард оталмайды. Мен ойда. Кеше звондаған. Кеше оталмай тұрған. Сайын бір электрик кеп напрямой плюс лақтырып беріпті форсункаға через реле. Бүгін қайтадан шақырыпты, иммобилайзер деп айтыпты. Видеодан звондаған, видеодан қарасам иммобилайзер емес. Соған кетіп барамыз. Еще жаңбыр жауып тұр. Көрейік бар, мен алмайды ғой. Иммобилайзер өшіп тұр. Қайта Алматыдан келе жатқанда өшіп қалмаған ба? Жүрке жатып өшіп қалды ма, или әкеп қойғансын ұталмай қалды ма? Жүрдім ғой мен қанша. Жоқ, жаңа. Әкеп қойғансын ұталмай қалды, е? Вот сөйткен алдында мен, короче, жаңбырдан келдім ғой. Соның кейін өшіп қалды. Иммобилайзер деп шығарады екен. Двигательға кірші, ана, оборотты қаршы сразу. Аны двигатель тұр ғой. Обороты двигателя. Аккумулятор живой ғой? Жаңа. Число НТ анитыр. Короче, şu ана кімдер айтқан мен мына. Аккумулятор ауыстырды ғой. Так, кеттік, е? Газ береді дейді мына. Жоқ, ана число оборотов двигателя. Бар. Бар, е? Все, ана ошибкалар düzelтеді. Чек бар. Иммобилайзер неисправность. Ток дейді. Сверху индикатор пиздит. Капотный шық. Әкеш контроль кін. Короче, мына жерде қол сыймайтын жерде 15 амперлік предохранитель жан кеткен. Қана әкел. Сол жан кеткен, ё-моё, соны қарамаған ба. Короче, катушкада плюс жоқ деп бір электрик кеп, мынандай реле жалғап берген ғой. Ёбаный рот. Люди реле салып. Просто предохранитель жан кеткен. Міне мынандай реле сап берген ғой. Мына релені шешіп ал енді. Мына жерден. 8 ба? 10-тық. Ендідан бәрін орнына салу керек қазір. Так, енді оталдырамыз. Бұл жерде иммобилайзерін үш ашып шығып тұрған. Иммобилайзер мен блок двигателі ұрсыз қалған ғой. Енді көреміз. Жоқ, оталдырам ба? Все. Машина оталып тұр. Заводской болды. Болды. Проблема жоқ. Бір предохранитель сонда. Бірақ предохранитель.